Ассалаумағалейкум достар. Мынау бізде бүгінгі урокта, яғни бізде проводтың үзілгенін үзілмегенін тестер арқылы қалай тексеруге болады деген. Біздің міне қазір екі проводымыз тұр. Яғни біреу үзік, біреу үзік емес. Оны қалай білеміз? Тестерді қолымызға аламыз. Яғни дауысқа қоямыз, яғни осылай тұрады. Маған алып келеміз. Енді тестер, яғни үзік болмаған жағдайда осындай дыбыс шығады. Яғни тестерде көрсетілгенде кейбір тестерлерде дауыс шықпайды, сол үшін 000 30 болып тұрады. Үзік болса тек 1 деген сан, значит бір-біріне тимей тұр, яғни үзік. Енді бірінші проводты қараймыз. Бізде провод үзілмеген, яғни бүтін. Екінші проводты қараймыз. Яғни провод үзік. Мен бұл проводты әдейі үзіп қойып отырмын, сіздерге ыңғайлы көру үшін. Бүгінгі оп-оңай тақырыбымыз осындай. Яғни машинада болсын, басқа нелерде болсын, тоғы келмей тұрған осындай үзік нелерді мына басына қойып, мына басын былай тексересіздер. Яғни бұл бүтін деген сөз, үзік емес. Ал егер үзік болса, ол ешқандай дауыс бермейді. Яғни бұл проводтың бойын іздеу керек деген сөз. Рахмет.